Пайғамбарымыздың саллаллаху алейхи уассалям әкесі Хазірет Абдуллахтың жар таңдауы. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалямның нұры маңдайында жарқыраған Абдуллах дүниеге келген кезде, яһудилер бір-біріне ақыр заман пайғамбарының әкесі Меккеде дүниеге келгенін хабарлайды. Исраиль ұлдарында жүннен тоқылған бір шапан бар болатын. Бұл шапан Яхия алейхиссаламның шапаны. Ол шахид болған кезде қаны осы шапанға жұққан болатын. Кітаптарында қай кезде осы қатқан қан қайта тама бастаса, сол кезде ақыр заман пайғамбарының әкесі дүниеге келеді деп жазылған болатын. Кітаптағы осы белгілерге қарап, яһудилер Абдуллахтың туылғанын білген еді. Олар көреалмаушылық етіп оны қанша өлтіруге тырысса да, Аллаху Тағала Абдуллахты маңдайындағы нұрының құрметіне қорғайды. Абдуллах балиғатқа толғанда жақсы мінез құлқымен, көркемдігімен көзге түсетін жігіт болатын. Алыс жақын адамдар қыздарын оған беруге асығатын. Қаншама билеушілер Абдымүтәліпке барып, қыздарын Абдуллахқа алуын ұсынатын еді. Бірақ Абдымүтәліп оларды орынды сөздер айтып қайтаратын. Абдуллах 18 жасқа толғанда айтып жеткізгісіз көркем жігіт болатын. Маңдайындағы нұр күндей жарқырап, көрген қыздардың көңілі бір көргеннен оған ауатын. Көркі мен атағы Мысырға дейін жетіп, 200-ге жуық қыз Меккеге дейін келіп, оған өздерін алуды ұсынады. Ал Абдымүтәліп болса, ұлына заманының ең инабаттысы, сұлуы және Ибрахим алейхиссаламнан бері ұстанатын халиф дінінен болатын иманды қызды іздейді. Кітаптарында көрсетілген ақыр заман пайғамбарының өз қауымынан шықпайтынын түсінген Исраиль ұрпағы қызғанышпен Абдуллахты өлтіруге ант ішеді. Осы үшін қарулы 70 адамды Меккеге жібереді. Олар мүмкіндік туып, қолайлы сәтті күтіп жүреді. Бір күні Абдуллах қырға шыққан кезде, ешкім көрмей тұр деген сәтте қылыштарын алып, оған ұмтылады. Сол күні Жаратқанның хикметі Абдуллахтың туыстарынан Уахб бин Абдиманаф деген кісі бірнеше туысымен аң аулауға шыққан екен. Олар Абдуллахқа қарай ұмтылған Исраиль ұлдарын көреді. Туыстық жанашырлықпен Абдуллахты құтқармақшы болады, бірақ дұшпандар өте көп болатын. Бұл шайқасуда өздерінің жеңілетіні анық болғандықтан, барып сөзбен тоқтатайық деп шешеді. Оларға жақындаған кезде, бұл әлемде ешкімге ұқсамайтын қара аттарға мінген, қолдарында қылышы бар көп адамның ғайыптан найзағайдай түсіп, тәкбір айтып, Исраиль ұрпағына қарсы шабуыл жасағанын және бәрін қырып, көзден ғайып болғанын көреді. Уахб бұған қатты таңырқап, Абдуллахтың қалай аман қалғанын және Аллаху Тағаланың алдында қадірін түсінеді. Үйіне барып, болған оқиғаны әйеліне айтып береді. Екеуі де қыздарына тең жігіттің Абдуллах екеніне көздері жетіп, Әминаны соған беруге шешім қабылдайды. Ал Абдымүтәліп болса, Бани Зухра тайпасының үлкені Уахбтың қызы Әминаның сұлулығын, ізеттілігі мен арлылығын, дініне беріктігін естіген болатын. Шығу тектері жағынан да туыс болатын және рулары бірнеше атадан кейін бірігетін. Ұлы Абдуллахқа осы қызды алу үшін Уахбтың үйіне барады. Абдымүтәліп Уахбтың қызын баласына сұраған кезде, Уахб: «Ей, туысқан, біз бұл ұсынысты сендерден бұрын қабылдаған едік», деп бұрын көрген оқиғасын айтып берген соң. Аминаның анасы бір түс көріпті. Айтуы бойынша, үйімізге бір нұр кіріп, сәулесі жер көкті жарқыратыпты. Мен де бүгін түсімде бабамыз Ибрахим алейхиссаламды көрдім. Маған Абдымүтәліптің ұлы Абдуллах пен қызың Аминаның некесін мен қидым. Сен де мұны қабыл ет, деді. Ал бүгін таңертеңнен бері түсімнің әсерінен арыла алмай отыр едім, дейді. Бұл сөзді естіген Абдымүтәліптің тілінен Аллаху әкбар, Аллаху әкбар деп калималар өз-өзінен шыға бастады. Осылайша Абдуллахты Уахбтың қызы Аминаға үйлендіреді. Амина мен Абдуллахтың үйленуі туралы басқа да риуаяттар бар еді. Құрметті мұсылман бауырлар, қасиетті Мәуліт айы
баршамызға мүбәрәк болсын. Аллаху Тағала барлық ізгі амалдарымызды қабыл етсін. Осы ақпараттардың таралуына қосқан үлестеріңіз ретінде видеоға пікірлер жазып, лүпіл басып, WhatsApp желілерінде бөлісулеріңізді сұраймыз.